Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында моцарелла сырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 9% уксус және шикі сиыр сүті қажет болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сүтімізді ысытып аламыз. Қолымызбен қараған кезде қол күймейтіндей ыстық болу қажет. Осы кезде сүттің астын өшіріп, үстіне 2 ас қасық уксус құямыз. Уксус құйған кезде сүтімізде ақ іртік масса пайда болады. Сүтімізді араластырып тұру қажет. Үстіне тағы да уксус құйып, тағы да араластырамыз. Сол кезде біздің массамыз көбейе бастайды. Мен 1 литр сүтке 5 ас қасық уксус қостым. Осындай ақ масса пайда болады. Бұл массамызды сүзіп, бөлек ыдысқа салып аламыз. Ал сары суымызды қайтадан ысытамыз. Қол күйетіндей ыстық болу қажет. Ситоның көмегімен жаңағы сүзіп алған массамызды ыстық суға салып ерітеміз. Сол кезде біздің сырымыз созылатын болады. Ситоның көмегімен сырымызды алып, қолымызбен мыжғылап созатын боламыз. Осылай бірнеше рет қайталап сырымызды созуымыз керек. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Осылай бірнеше рет қайталаған кезде сыр өте жақсы созылып, формасын жақсы ұстайтын болады. Ыстық суға салып, жібітіп, осындай шарик тәрізді формаға келтіреміз. Дайын болған сырымызды салқын суға саламыз. Алдын ала дайындап қоямыз. Мен 1 литр суға 2 ас қасық тұз салып дайындап қойдым. Енді осы дайын болған сырымызды салқын суға салып 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағаттан соң бөлек контейнерге салып тоңазытқышта сақтайсыздар. Үй жағдайында осындай сырды жасап көріңіздер. Сіздермен болған бала болса, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.